жоғары санатты жаттықтырушы, осы салада 20 жылдан астам еңбек етудемін. Негізгі құраманы сол жерде жасақтап, Ресейге алғашқы жарысымызды бастадық. Ол жерге 30-дан астам команда қатысып, отырған Жаңабаева Сағыныш, екінші Серік Рабия, одан кейін Айтылған Наргиз, мен сол жағында бірінші отырған Алмахамбетова Карина және осы 5 оқушы биылғы жылы Қазақстан Республикасының жастар құрамасына еніп, Азия чемпионатында барлығы 12 ойыншы болса, 5-еуі біздің Хантауық қыздар. Жас біз үшін ауырда қызықты болып өтті. Жеңіспен қатар жеңілсе бірге жүреді. Сол себепті барлық жарыстың жеңімпазы болу мүмкін емес. Дегенмен азғы көпті осы оқушыларымыздан жетістігі бар, соның барлығын таныстырып өтейік. Если слушать других спортов каждый по одиночке. Я со всеми словами девочек соглашаюсь. Қызыға еңбек. Волейболның бір ерекшелігі, басқа спорт түрлеріне қарағанда команданың жетістікке жетуіне жаттықтырушы тікелей бұлар былайша айтқанда роботталарға жарыс күндері. Суткісіне 24 сағат болатын болса, мен бұларға тек қана 2 сағат қана бос уақыт беріп телефонмен жұмыс істеуге, болмаса кітап оқуына, ата-анасымен сөйлесіп хабарласу. Қалған уақыттың барлығы жарыс, ойын, демалу, тамақтану, жаттығу жұмыстары. Я волейбол командалық ойын болған соң, ол механика сияқты жұмыс істейді. Біреу ойнамай қалса, дальше команда қызық болып кетуі мүмкін. Сол үшін сол жағын ерекшеленеді, және де волейбол спорт алаңында жалғыз спорт топ болған себептен сол жағын ерекшеленеді. Қосаларыңыз болса? Волейбол сол Наргиз айтқандай эмоцияға толы ойын. Қыздар бір-біріне, ұлдар да бір-біріне әсер тигізіп, өз достарын көмектесіп ойынға және қарсыластарын ұтуға деген ынтасы болу керек. Алдағы уақытта деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын. Жақында той өтті шаңырағыңызда, әрдайым үйіңізде той, ереке, қуаныш болсын. Ал менің отбасыма кішкене сыйлық.